Баршаңызға сәлем достар. Мындай орхидея алдым. Магазинде скидка менен 1000 теңгеден тұр екен. Бірақ состояниясы солып қалған. Міне цветоностар уже гүлдеп біткен. Состояниясы солып тұр міне. Жаңа келген кезін түсірмеппін. Қатты шөлдеп тұрған соң жаңа келе салып суға салғым, жай суға жарты сағат суда тұрып алдым. Енді топырағы кепкеннен кейін нелердің бәрін тазалап пересадка жасаймын. Оны тоже көрсетемін бірге. Баршаларыңызға сәлем, тағы достар. Жаңа көрсетіп өттім, әкелген кезде орхидеяларым солып тұрды. Бүгін енді осыны топырағын ауыстырамыз. 3-4 күн өтті уже. Кішкене әкелген күндерден кішкене жапырақтары су ішіп, шамалы қатайды. Бірақ та әлі де әлсіз. Жақсы орхидеяның жапырақтары мынандай болу керек. Қатты осындай живой мыналар әлі де солып тұр. Бірақ тамырлары өте жақсы. Тамырлары живой. Ол деген сөз, значит, топырағын ауыстырып дұрыстап қарасақ, ары қарай өсіп кетеді бұйырса. Сол қазір енді топырағын ауыстырамыз. Тамырларын зақымдап алмай жақсылап. Міне тек қарада отырған екен. Только қара. Тамыры жақсы, тамыры живой. Арасында құрып қалғандары да бар, әрине қазір оның бәрін тазалаймыз. Сосын торфяной стаканчик деген болады міне. Міне ортасында. Міне торфяной стаканчик міне. Оны алып тастаймыз. Бұл кәдімгі губка сияқты болады. Бұны қалдырсақ, суды өзіне қатты жинап алады да, тамырын шіртті жіберуі мүмкін. Алып тастадық. Оларына магазинде, чтоб тамырлары өліп қалмасын деп, суды жақсы ұстап тұрсын деп қояды оны. Ал үйге әкеліп отырғызған кезде оны міндетті түрде алып тастаймыз. Міне достар, міне тамыры өте жақсы шықты. Қазір бұны тазалап басқа ыдысқа отырғызамыз. Міне достар, ары қарай нелердің бәрін, құрағандардың бәрін алып тастап тазалаймыз. Енді инструменттеріңізді бірінші перекіспенен тазалап алыңыздар, өйткені тамырына бактерия етуіміз мүмкін. Тамыры жақсы шыққанына қуанып тұрмын. Алған кезде де осы тамырына қарап алдым әдейі, что тамыры кішкене живой. Гүлдің тамыры жақсы болса, ол ары қарай бой бермей, кішкене солып тұрғанына қарамай, ары қарай жақсы өседі. Өйткені тамыры мықты болса, ол ары қарай жақсы өседі. Мынандай құраған нелерін бәрін алып тастаймыз. Міне совсем ештеңе жоқ, ішінде құрап кеткен. Ол топыраққа отырғыза салсақ, осы бойы шірейді де бүкіл тамырларына әсер етеді.
міне мынандай тамырлар да міне кесіліп қалған міне. Бұл да керегі жоқ, алып тастаймын. Бұл өйткені шіріп кетуі мүмкін. Сосын қыздар міне мынау түбіндегі мынау қурап тұрған мына нелердің бәрін алып тастаймыз. Өйткені тамыр, воздушный тамырлар болады бұларда еще. Сол воздушный тамырларға бұлар кедергі келтіреді. Сол себептен бұлар уже қурап кеткен, бұл пайдасы жоқ ешқандай. Сосын міне мына тамырларында қараңыздар, міне қап-қара болып тұр, иә. Бұл енді мен білмеймін, бұл гниль ма или басқа ма. Негізі осындай қара нелердің бәрін тазалап алып тастауымыз керек. Ол гниль болса, мынаның бәрін шірітеді, гүл содан өліп қалады. Оны негізі по возможности тазалап тастауымыз керек. Мына біреудің басын көрдіңіздер, қап-қара болып тұр, не. Сондай кесіп тастаймыз онда. Мынандай жаңа шіріктердің бәрін алып тастаймыз. Мінекей достар, екіншісінде босаттым. Бұның еще мынандай цветоносы бар. Бұл цветоносты алып тастаймыз. И бұдан да мен детка шығаруға тырысамын, эксперимент жасап көремін, оны да көрсетемін қазір. Сосын бұдан міне мынандай соңғы жапырағы, мынандай сарғайған. Жапырағын алып тастаймыз. Ақырын тамырын жолламау үшін. И осындай тамырларына мынандай қара нелер жабысып қалған болады. Оны егер алынбай жатса қала берсін. Өйткені тамырға зақым тигізуі мүмкін, жұлып аламыз деп. Сол себептен ол қала берсін, ол ешқандай қорқыныш жоқ. Одан просто мынандай қураған нелерін алып тастасақ болды. Мына цветоносын алып тастаймыз. Мына түбінде міне бір буын, екі буын, екі буынның ортасынан кесеміз. Инструменттерімізді міндетті түрде перекіспен обработать етіп аламыз, қыздар. Гүл етіп әлсіз гүл, сол себептен. Түбінен алып тастадым. Міне бұның да тамырын осындай шықты. Шірінген қурағандарын алып тастадым. Сосын қыздар міне ортасынан негізі жапырақ берген, бірақ жапырағы қурап кетіпті. Бұны алып тастаймыз. Өйткені жаңа жапырақ шығаруға мына жерді ашуымыз керек. Сол себепті алып тастаймыз бұны. Осында да мынау екіншісінде де солай. Көп суды нетпеген ғой, сол себепті қурап қалған. Бұны алып тастаймыз. Екі гүлден осынша мусор шықты тамырларынан. Ал енді екі гүлді де тазалап болдық. Енді не істейміз? Енді бұлардың тамырына кішкене күш беру үшін, әрі десе мынау бактерия нелерін жою үшін мынандай Максим деген препарат бар. Енді инструкциясында бәрі жазылған, не үшін екен. Мынандай неде болады. Мұнда 2 миллилитрді 1 литр суға деп көрсеткен. Суым дайын. Қазір осыны араластырғанда жарты сағатқа мына тамырын салып қоямын. Мен енді 1 литр емес, 1,5 литр су алдым. Өйткені ютубта өзім жақсы көретіннен бір сол кішкене несінен аз қосу керек деп айтылғанда, сол себептен кішкене 1,5 литр алдым.
осындай қып-қызыл болады бұл. Негізі перчатка киіп қолдану керек бұны. Мен кимеппін. Жарайды, енді осылай жасай берейін. Салдым бәрін. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын мына бұл жерді тамырын салып, осыған жарты сағатқа салып қоямыз. Тамыры полный суға түсті. Осылай жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді ол жарты сағатта мынау цветоноспен айналысайық. Бұл енді негізі қорап суып қалғанда, енді бұдан шығатын шықпайтын мен білмеймін, бірақ эксперимент жасап көргім келіп тұр. Өзімше ютубта неше түрін көріп алған ғой. Соны буынын қалдырамыз. Мына жерде 2 буын тұр. Осыдан көреміз қазір. Мыналарды да көргім келіп тұр. Мына біреуді көреміз қазір. Мынада мынандай буын тұр. Соны көреміз. Мынада да мына бір буын тұр. Соны ашып көреміз. Мыналарда мына жерлерде цветонос гүлдер болған. Сол себептен бұл жерлерде шықпауы мүмкін. Мына жерде бұтақтар болды, оны мен кесіп тастадым. Ал ары қарай не істейміз енді? Бұны мынау буындарын ақырындап ашамыз. Мына жерде өз бірдеңе шығып келе жатыр негізінде. Соны ары қарай көмектесіп көреміз. Ары қарай шығады ма, шықпайды ма? Перекспен обработка жасап аламыз. Сіздерге көрінемін. Ақырындап тастаймыз. Мына біреуде де солай. Мінекей достар, ашып тазалап алдым бәрін. Міне мынау бұтақ негізі суып қалғанымен, бірақ арасы жасылды. Міне бұл живой, міне перекс ұсақ, міне пышырлап жатыр. Ол значит живой деген сөзді тірі әлі. Сол себептен бізге цветонос беру мүмкін. Бұны енді мындай цитокининовая паста деген болады. Бұл да мынау Максимде жаңа гүл сататын магазиндерде сатылады. Мынау Максим 300 теңге, мынау цитокинин 900 теңге. Бізде Астанада, мынау Орбитада алдым мен. Мынандай болады, жаңа цитокининовая паста деген. Оны жаңа мынау ашқан жерлерімізге жағамыз. Бұны жаңа көмектеседі мыналардың өсуіне деп айтылады. Енді мен көрінбей тұр екен ғой. Мына жаңа ашқан жерлерімізге осылай жағамыз.
осыларға көмектеседі дейді. Мен бірінші рет жасап тұрмын. Эксперимент жасаған өзіме ұнайды, өзіме қызық. Енді болатын болмайтынын білмеймін. Болса әрине жақсы, болмаса біз ештеңе жоғалтпаймыз. Міне осылай жағып қоямыз. Мына жерде мына түбінде көп жақпаймыз, шамалы ғана бір жағып өтеміз. Енді ары қарай мынандай кәдімгі баклажкаға фильтрованный су құям. Кәдімгі таза өзіміз ішетін су. Міне мынанша құям да. Так, көп кетем екен. Так, осыған былай салып қоямын. Осылай салып қоям. 2-3 күн өткеннен кейін мынау баклажканың іші буланады. Сол кезде мынау крышкасынан кішкене 2-3 тесік қойып, ауа өткізетін болып қойып қоямыз. Бүгін бізде қай күн? Бүгін бізде 8 тамыз, сейсенбі күн. Жазып қоямын мына жерге числосын. Кейін болашақта болып жатса да, болмай жатса да бөлісетін боламын бірге. Көреміз. Жаңағы бутылканы жарық жерге, жылы жерге қою керек. Мен оны терезеге, кәдімгі терезе мынау күн түспейтін жеріне, бірақ тікелей күннің астына қоюға болмайды. Күн түспейтін жеріне қойып қоямын. Бұйырса бірге көретін боламыз. Эксперимент демекші, мен эксперименттерімді көрсете салайын сіздерге. Мынау 2 бөлім жаңа топыраққа отырғызған ғой. Бала шағам жылап кетіп жатыр, айып етпейсіздер, арасында шулап жатырмыз. Айыпқа бермеңіздер. Мынандай керамзитпенен кокосовый субстракт деген болады. Міне мынау көрсетейін. Міне көріне ме сіздерге? Мынау керамзитпенен мынандай кокосовый субстракт деген екеуін ғана араластырып отырғызғам. Мынауың жақсы болып тұр, міне қап-қатты болып әдемі болып. Ал мына екеуі тамыры өздері аз болған, өзі тамырларын сүртіп жіберді, қуратып жіберді. Содан алдымда мен былай бірінші жай суға қойдым, пленка кигізіп қойдым. Сөйтіп что-то дұрыс болмаған сияқты болды да, осылай керамзит салып, су құйып, осылай қойып қойдым. Міне вообще тамыр болған жоқ тұғын. Мынау біреу ғана міне болды. Ол осылай топырағын ашқан, тамырын ашқан екен, осылай қатып қалды, болды. Басқа ештеңе міне көріп тұрғандарыңыздай міне 2 жаңа тамыр шықты. Мына жақтан тағы да міне шығып келе жатыр. Ақырындап. Осылай қойған бұларға ұнады. Кәдімгі терезеге күнге қойып қойдым. Мынада да вообще бірде-бір тамыр болған жоқ. Бірде-бір тамыр болған жоқ. Міне бұдан да міне осындай тамырлар шығып келіп жатыр. Даже ойбай, мына жақта міне даже отросток беріп жатыр. Достар, мәссаған, міне өзім қолы қойғалы бері енді ашып тұрмын, өйткені ашуға қорқам. Бір не өте капризный гүл ғой бұлар. Мынаны қараңыздар, міне отросток шығады. Көріне ме сіздерге? Мінекей мына жапырақ міне. Эксперимент удался, получается. И мына жапырақты осы суға қойғаннан шықты міне. Жаңа жапырақ. И мынада да міне мынау кішкентай жаңа жапырақ осы суға қойғаннан шықты.
қалай қуанып тұр міне. И тағы да біраз күтем. Тамырлар кішкене күш алып жақсы болғаннан кейін мынандай топырақ алдым. Мына для орхидей арнайы осындай. Қалай көрсетсем. Міне. Для орхидей арнайы осындай топырақ алдым. Осындайға егем. Бұл 1500 теңге. Тоже осы цветочный магазиннен алдым. Орбитада. Осындай топыраққа 2000 келіп отыр. Бұның ішінде бәрі бар. Керамзит, мох, қара, бүкіл составы бар. Осы орхидеяға не қосылады, сол составтың бәрі бар. Осыған отырғызам бұйырса. Мінекей қыздар, осындай міне тамыр берді маған экспериментім. Бірде-бір тамыры болған жоқ, мыналарының бәрін етіп. Тамыр, мынау жапырақтары қатты кәдімгі. И бұйырса тағы шамалы өссе, неге отырғызам, топыраққа отырғызам. Неге қыздар, жарты сағат тұрды суда. Енді мына субстратымызды ашамыз. Енді бірінші рет қолданайын деп тұрмын. Бірге көреміз. Ішінде не бар. Ішінде мынандай не дейді? Жидкое комплексное удобрение дейді. Бір ампуласы 1 литр суға орхидеяларға удобрение осыны подарка ретінде жүреді екен ішінде. Ішінде мінекей қара, сосновая қара дейді. Мох. Көп адам білмейтін шығар, мына гүлге қызығатын адамдар кісілер біледі. Бұл мох деген ылғалды жақсы ұстап тұрады, әрі десе көп көмегі бар, короче. Жақсы нәрсе бұл мох деген. Керамзит кәдімгі гүлдердің горшоктардың астына салатын осындай керамзит. Еке достар, жаңа ыдысыма сыймай кетті. Ауыстырғадым екен ыдысқа. Сосын өзімнің керамзитіме керамзит қостым. Екен азды екен. Несіне дайын. Максимум шығарамыз. Міне, тамыры жақсы ылғалданды, суғарылды, былайынша. И дезинфицировать етіп алдық. Бұл енді бізге керегі жоқ. Сосын мынада инструкциясында жазылған, гүлді еккеннен кейін 2 күннен 4 күнге шейін суғармаймыз. Өйткені мына көрдіңіздер ме, мына қара өзі ылғалды. Одан мынау мох сфагнум дегенде, бұл да ылғалды жақсы ұстап тұратын зат. И оған қоса міне қазір біз неге салып алдық. Мына тамыры өте ылғалды. Сол себептен 4 күнге шейін суғармаймыз еккеннен кейін. Міне 2 не дайындап қойдым. Посуда. Соңғы жапырағы кішкене мешать етіп тұр, алып тастадым. Төріне кішкене тастап алдым. Бармайсың десің. Мама жұмыс жасап жатыр. Бар со жақта ойнаңдар.
субстратты бірінші рет отырғызып жатырмын кішкене. Араларына кірмей тұр. Негізі осылай тамырлары көрініп тұрғаны жақсы, өйткені тамырына қарап гүлдің состояниесін біліп отырамыз. Тамыры егер жақсы, жап-жасыл болса, бұл гүл жақсы деген сөз. Бетіне моқтан көбірек салат салсақ, бұл алды жақсы ұстап тұрады моқ. Мінекей достар, осылай егіп шығамыз. Қазір екіншісінде егем. Достар, міне гүлді отырғызып болдым. Міне екеуін де осындай прозрачный ыдыста ұстаймыз. Тамырын көріп отыру үшін, жақсы болу үшін. Ары қарай көлеңкеде ұстаймыз, су құймаймыз 3-4 күнге шейін. Топырағынан тағы да қалды. Кішкене. Енді оның мынау 2 гүлім бар, соны отырғызам. Әлі біраз күн. Бұны осылай суға салғанның уақытын айтпаппын мен. Шамамен бір жарым ай уақыт болды осылай суда ұстап. Тамыр осылай бергеніне. 1,5 уақыт болды. Негізі осы ютубқа бірінші видеом салғанымды осы 3 орхидеямның топырағын ауыстырып салған болатынмын. Су топырақтан міне мына орхидеям жақсы өсіп тұр. Ал мына екеуі сол тамырларын шірітіп, бұл екеуіне ол топырақ ұнамады. Енді мына топыраққа отырғызып көрсі. Рахмет. Таранжыққа ойнадыр жөн. Жарайды. Енді достар, осылай арасында қыздарым келіп кішкене шулап жатырмыз, тақырып жатырмыз, айып етпейсіздер. Каналым ұнап жатса, пікір жазып, лайк басып, қолдау көрсетсеңіздер. Болашақта енді бұлардың тағдыры қалай болып жатыр көрсетемін бұйырса. Жаңағы цветоносымды да терезеге көлеңкеге қойып қойдым, бірақ жарық жерде ұстаймыз. Ол да қалай болып жатқанын болашақта бірге көрсетемін. Ал енді сау саламатта болыңыздар, аман болыңыздар, барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, Қазақстанымыз көркейе берсін. Рахмет үлкен баршаңызға. Сау саламатта болыңыздар.